Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кекс жасайтын боламыз. Ал жасауды бастайық. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Оның үстіне 160 грамм қант қосамыз. Қосып болғаннан кейін миксердің көмегімен қантпен және де жұмыртқаны араластырамыз. Масса үлкейгенше және де қантымыз ергенше араластырамыз. Енді осының үстіне 130 мл айран қосамыз және де 120 мл сұйық май қосамыз. Миксердің көмегімен жақсылап біркелкі етіп араластырып шығамыз. Енді осы массаның үстіне ұнды қосамыз. Ұнды міндетті түрде илекштен өткізіп қосамыз. 150 грамм ұн, 30 грамм какао қосамыз. Оның үстіне 10 грамм қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, барлығын біркелкі етіп жақсылап араластырып шығамыз. Енді кекстерімізді пісіретін формочкаларды дайындаймыз. Менде жалпы 12 форма. Кекстеріміз жабысып қалмас үшін оның үстіне кішкене сұйық май қосып, барлығын щеткамен барлық жеріне тигізіп жағып шығамыз. Сұйық майды жағып болғаннан кейін енді дайын болған формаларға кекстерімізді біркелкі етіп, барлығына бірдей етіп саламыз. Қызып тұрған 190 градус духовкада 15 минут пісіріп аламыз. Кекстеріміз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын.